сабағымызды бастайық. Қанекей балалар, бірінші кішкене өзімізді жинақтап алайық. Ой шақыру сіздерге. Мен бір дегенімізде бір рет шапалауға боламын. Сабақта еркін ойымды білдіремін. Сабақта жұптаса отырып, топта жақсы жұмыс жасаймын. Жақсы балалар. Ендеше барлықтарыңызға осындай тиянақты жұмыс жасау, сабақты жақсы өтуге тілектеспін. Әуелі біз үй тапсырмасын тексеріп алайық. Сіздерге үйге тапсырма ретінде сыбаға және қандай дәстүр берілді? Қонағасы туралы біліп келу керек болғанбыз, иә балалар? Және біз үстеу туралы ережені өтіп жатырмыз. Үстеудің 3 тақырыбын өттік. Бүгін 4-ші тақырыбына кезек береміз. Қанекей балалар, бірінші сұраққа жауап берейікші. Мақсат үстеуінің сұрақтары қандай? Кім жауап береді? Ал жауап береміз. Не мақсатпен? Мақсат үстеуінің сұрақтары не мақсатпен деген сұрақ. Жақсы. Келесі сұрағымыз, мақсат үстеуі дегеніміз не? Ал, Мұхамеджан? Қимыл іс-әрекетінің болу мақсатын білдіреді. Қимыл іс-әрекетінің болу мақсатын білдіреді, иә? Балалар, сыбаға дегеніміз не екен? Қанекей? Сыбаға ол қыста немесе күзде ойнайтын атын еді. Ол және дана бір адамға атқап соны сыбаға дейді. Мысалға, әткене сыбағаны алқап соны берсе болады. Берсе болады. Егер ол кісі алыста тұрса, келмесе, сыбаға беріп жіберу керек. Немесе сыбағаны үйге қонақтарды арнайы шақырып. Мағыналық түрлері бар балалар. Біз үстеу туралы өтіп жатырмыз. Үстеудің мағыналық түрлері бар. Балалар, белсенді боламыз. Үстеудің мағыналық түрлері. Қанекей? Жәндікке қандай түрлері бар? Мекен, мезгіл, мақсат және жаңадан өтеміз мөлшер. Мөлшер және сын қимыл. Үстеу түрлері бар. Қонағасы деген дәстүріміз не? Қонағасы туралы кім не біледі? Ол белсенді боламыз. дегеніміз қазақ дәстүрінің қонақты қарсы алып құрметтеп дастархан жайы. Арнайы қонақтарға береді. Қандай жағдай көргендеріңіз бар сыбаға? Алыстан келген қонақтар және Немесе қонақтар, немесе көршілердің жаңа келген көршілерді үйіне шақырып шай береді. Жақсы. Тағы да сыбаға. Сыбаға туралы балалар ән бар ма, білесіздер ме? Қазақ халқының сыбаға беру дәстүрдегі мақсаты қандай? Арнайы, мысалға, біз бір қызға арнап бір соғым соямыз. Соның кәде-жіліктері кімдерге арнайы қойылып қояды? Қонақтарға. Қонақтарға. Ол қонақтар кімдер? Туыстарымыз болмыз. Алыс-жақын туыс және алысқан қонақтарға. көршілерге қонақтар, көршілер және құдалар болуы мүмкін, неге сондай сіздерге арнайы тілекті алып қалады екенбіз. Соның сын қимылын білдіретін сөз сыбаға екен балалар. Жақсы. Ендеше жаңа сабағымызға көшейік балалар. Сіздерге бір мәтіннің алдында, оқылым алдында бейне жазба көрсетейін. Қанекей, мұқият бейне жазбаны тыңдап көріп отырамыз. Және сіздердің байқағыш қасиеттеріңізді көргім келіп тұр. Мына бейне роликте, бейне нұсқада не көріп отырмыз? Қандай дәстүр көріп отырмыз? Мән береміз сіздерге. Осы бейне көрсетілімде не көрдік? Сүйініш сұрағанды, әнемен қоштасқаннан балаға әнесінен бәріміз естімей жатырмыз. Баланы атқа отырғызып шығарып қалды. Тағы да қонақтар келіп үйден дастарханнан дәм тартты. Ол біздің бүгінгі тақырыбымыз 149
жатамыз оқулықтағы жолашар және тоқым қағар деген дәстүр туралы сіздер де барлығымыз ақпарат алатын боламыз. Аша қойыңдар 149 беттегі дәптерімізді ашып, бүгінгі күн ретін жазып алайық балалар. Қатарларды түрлендіріп қолданып бүгін көреміз. Бұл осы екі мақсатпен жұмыс жасаймыз. Қазір сіздерге мәтінмен жұмыс тапсырмасын беремін. Оғанға дейін осы кітаптағы мәтінді мен сіздерге мұқият оқып берейін. Барлығымыз бірде құлақ салып тыңдайық. Бүгінгі өткен мәтін не туралы екендігі. Жолашар тоқым қағар. Қазақ атам қашанда қара жолды қадірлеп, жолаушыны құрметтеген. Жол мен жолаушыға байланысты ырым жоралғыларды, дәстүрлерді қалыптастырған. Сол ырым тыйымдардың, жоралғы дәстүрлердің әрқайсының аға қарындасы бір жапырақ нанның шетінен тістетіп алып қояды. Бұл дәм тартып отбасына аман есен оралсын деген ниетте жасалынады. Сонымен жолаушы бүкіл ауыл аттандырады. Біз мәтінге сәйкес тірек сөздерді, 3 тірек сөзді табамыз. Екінші, мәтін мазмұнына сай сұрақтар 2 сұрақ құрастырамыз. Үшінші тапсырма, мәтіндегі асты сызылған сөйлемнің біріне 3-4 сөйлем астын сызып қойдым. Комментарий жасаймыз, яғни пікір білдіреміз. Жарай ма? Астарын салып отырасыздар. Ал асықтарды кім 10 ұпай жинайды, 10 асық жинайды, сол оқушы 10 ұпаймен бағаланады. Ендеше балалар, асықтарыңыз осы қоржынға салып. Екі сұрақ құрастырамыз. Қандай тірек сөздерді таба алдыңыздар? Шуламаймыз, жеке сөйлеші. Данияр, қандай сөз таптыңыз? Мәтінге сәйкес тірек сөз болады. Жол және? Жол деген қандай сөз таптық па? Мұхаммедші, қандай сөз таптыңыз? Тірек сөз. Бата. Адамға рухани күш, қуат береді, көңілге медеу жүрекке сенім. Сөйлемді таптыңыз ба? Түйінді сөйлем таптыңыз ба? Жақсы, рахмет. Түйінді тірек сөз. Тірек сөз, бірінші тапсырма. Бірінші деген. Жол, бата, тұқым қағар. Тоқым қағар. Кәне, қандай сөз таптыңыздар? Кім оқиды кәне? Мен оқиды дейін бар ма? Жол, сапар, жолаушы. Жолаушы, жақсы. Жолаушы, жолдар, жолашар, жол. Тамаша. Келесі. Бата, жолашар, жол, тоқым қағар. Тамаша, жолаушы. Кәне? Мұхаммед. Жолашар, жол, бата. Жолашар, жол, бата. Жолаушы, бата. Жарайсың. Барлар. Жол, сапар, бата. Жол, сапар, бата. Жарайсыңдар. Мәтін осы туралы болғандықтан бұл сөз расында да тірек сөз балалар. Мәтінге сәйкес 2 сұрақ құрастырып үлгерген оқушылар. Ал сезім оқығаныз. Бата адамға не береді? Бата адамға не береді? Тағы да екінші сұрағыңыз. Алыс жолға жүретін адамға қандай дәстүр жасалады? Қандай дәстүр жасалады? Отырғанымыз. Неге жол жүретін адамды жолашар деп атайды? Неге жол жүретін адамды атамайды ғой? Сұрақты жөндейміз, сұрақты дұрыстап қоямыз, балалар шыдаспаймыз. Сұрақ. Қазақ атам неліктен қара жолды қадірлеп, жолаушыны құрметтеген? Өте тамаша сұрақ. Неліктен қариялар жолаушыға арнап бата береді? Тамаша сұрақ. Келесі сұрақ. Жолаушы кететін кезде не іс өткізген? Қандай? Дәстүр. Қандай тамақты тісті еткізген? Жақсы, жарайды. Тағы да сұрақ. Батаны кімдер берген? Батаны кімдер берген? Сұрақ дегеніміз не? Тоқым қағар дегеніміз не? Тағы кім сұрақ құрастырды? Қазақ атам дәстүрді немен қалыптастырған? Жарайды. Тамаша ойландыратын сұрақтар. Мұхаммеджан? Қандай? Қариялар не береді? Қариялар не береді екен? Жолаушыға не береді екен? Бата
береді ма? Жақсы. Балалар, енді 3-ші деңгейге көшейік. Мәтіндегі асты сызылған сөйлемге өз пікір білдіреміз. Комментарий жасау дейді ғой. Кәнекей. Кім жасап үлгерді? Қанша оқушы көрейін? Деңгейлеріңізді көрейін. 1, 2. 2 оқушы ма? Сезім үлгердік пе? Үлгердіңіз бе? Ал, кім оқиды? Оқиды. Жолы болсын, сапары сәтті болсын, жолы ашық болсын деп алыс жолға жүретін адамға жолашар, жолаяқ деп аталатын дәстүрді жасап шығарып салады. Мен бұл сөйлемге пікірім, жолаушы үйінен бір алыс жерге кететін болса, қариялар бата айтады, себебі үйге аман есен оралуы үшін. Бата айта ма? Бата береді деп сөйлейміз, балалар дұрыстап сөйлейміз. Жақсы, жарайсың. Не үшін бата береді екен? Батаның иесі екен, иә? Кім оқиды дейді жаңағы? Ал оқиды. Жолы болсын, сапары сәтті болсын, жолы ашық болсын деп алыс жолға жүретін адамға жолашар, жолаяқ деп аталатын дәстүр жасап шығарып салады деген мәтінге мен сөйлемге пікірім, қазақ халқы сапарға шығатын адамға сәттілік тілек дәстүрлер жасайды. Жолы болсын деп амандық тілейді. Амандық тілейді. Сапарға шығатын адамды ешқашан ренжітіп, ұрыс-керіспен шығарып салмайды балалар, естеріңізде болсын. Жақсы, жарайды. Тағы да кім оқиды? Жолаушыға арнап бата береді. Егер сен жолға шығу барысында үлкен кісіден бата алсаң, ол жолың жақсы болады. Жолың оң болады деп үнемі бата алып шыққан екен жолға шығарда. Өздерің балалар қайтесіңдер жолға шығатын кезде? Үлкенге бата аласыңдар ма? Жақсы, тағы да үйден оң аяғыңызбен жолға шыққан кезде сыйлықтарыңыз айтылып, амандық саулықтарыңыз тілеп, тәуекел етіп жолға шығасыздар. Жақсы, жарайсыңдар. Балалар енді мәтінмен жұмысты тамамдайық. Сабақ соңында қағаздарыңызды маған өткізесіздер. Енді біз бүгін әтелен, яғни ереже тақырыбымызға назар аударайық. Біз бүгін өтетін ережеміз мөлшер үстеуі 150-ші бетте тұр балалар. Қарай болыңыздар. Дәптерге мөлшер үстеуді жазып алыңыздар. Мінекей, қанша? Анағұрлым, едәуір, онша, көп десек, бұл демек мөлшерді білдіреді. Ненің мөлшерін? Заттың ба? Заттың емес, ненің? Қимыл іс-әрекеттің мөлшерін білдіреді. Жақсы балалар. Ендеше біз осы үстеулерге байланысты тапсырма орындайық. Бұл жерде қазір жұптасып, достық қарым-қатынас жасаймыз. Барлықтарыңыз екі-екіден отырсыздар. Жұптарыңызбен бірге сөйлемдерді толықтыр әдісін орындау арқылы барлықтарыңыз, егер тапсырманы дұрыс орындасақ, 2 ұпай ала аламыз. Тапсырма мынадай балалар. Мен сіздерге үстеулері түсіп қалған сөйлемдерді бердім, және үстеулердің орындарын алмастырып қойдым балалар. Мұқият қараңыздар, шатастырып алмаңыздар. Кәнекей, қай сөйлем өзіңізге ыңғайлы жазып отырыңыз. Егер бәрін үлгерем десеңіздер, тіптен жақсы. Дәптермен жұмыс. Бұл бізде екінші тапсырма балалар. Екінші тапсырма деймізде мына түсіп қалған үстеулерді орнына қойып жазамыз. Мәселен, бірінші сөйлемді бәрін жазып қойып, жаңбыр жауды. Бүгін жауы мүмкін және кеше жауы мүмкін, жазамаңыздар. Үстеулерді қойып, сөйлемдерді жылдан ол бүгін келеді. Осы тағы да үшінші сөйлем отырмыз. Бүгін мен мектепке барамын. Үстеу қайсы? Бүгін деген сөз болады екен. Келесі. Үлкен жаңалық болады. Қай сөз қойылды? Ертең үлкен жаңалық болады. Ертең үлкен жаңалық болады, болжап айтып тұрған жер. Қар жауып тұрды. Ал бүгін кеше қар жауып тұрды. Кеше қар жауып тұрды. Тағы да келесі сөйлем. Заттарын әдейі алып кетеді. Заттарын әдейі алып кетеді. Осы жерде әдейі деген сөз сөйледі. Келесі сөйлем. Олар көрмей қалған ба? Олар шығып сөйлесті. Олар сыртқа шығып сөйлесті. Сыртқа деген сөз істеу болады. Келесі. Тамаша. Оның болысы қандай жүктер қалап кетті? Қанша жүктер қалап кетті? Онша жүкті арқалап келіпті. Жақсы болады. Белсенді отырған оқушылар өздеріңізге
Екі ұпайларыңызды қойып қоя қойыңыздар. Үшінші тапсырмаға көшейік балалар. Бұл көру диктантының партасына келе қойыңыздар. Екінші қатар Жанеркенің партасына келіңіздер. Үшінші топ, үшінші қатар Ақботаның партасына келе қойыңыздар. Бұл жерде көру диктанты. Тақтада көріп тұрған үстеулердің бірнешеуін естеміз. Барлығына көрмесеңіздер де. Ортасы бұдан біреу оқып Мезгіл, ой, мезгіл, я? Мақсат? Жұмыс понятия соншалық. Бұларды түгел жазбадық ол. Түгел жазып үлгермейді де. Болсын балалар аз қойып бізді Олар қанша жаз. болды, 3 ұпай. Болды, жақсы. Екінші топ кәлеммен тексеріп бере қойыңыздар. Тақтадан көрсетіп. Тақта жұмыс жасамай қалды. Мөлшер үстеуі. Өзі бір ұпай бересіздер. Бекет істеуі. Персонажге место қойып еді, сонда 3 ұпай бересіз. Дұрыс па қыздар? Мекен жоғары төмен алдыға артқа дұрыс. Мақсат қасаққан әдейі жорта әдейлеп тамаша. Мезгіл істеуі, содан таңертең телефонда қазір кеше қалады. Дұрыс, 4 ұпай бересіздер. Ал жақсы, екінші топ 3 ұпай. 3 ұпай алды кім? Үшінші топ 3 ұпай алды. Сіздер? 4 ұпай. Бірінші топ 4 ұпай алды. Демек топ мүшелері осы 4 ұпай, 3 ұпайдан алды. 4 ұпай, 3 ұпай, 3 ұпай. Жақсы. Жұмыстарыңыз 3 ұпай, 3 ұпай. Себебі үшінші топ ең көп жазбаны сол. Балалар қателік бар екен, мен өзім қарап шықтым. Жақсы. Балалар келесі тапсырма көшейік. Балалар енді оқу мәтініне сәйкес қазір мен сынып оқушыларымен 2 топқа бөлем. Яғни бірінші топ бұл сіздер жолашар дәстүрін рөлге бөліп оқисыздар. Қима қағаздарды. Екінші топ арайлымның қатарынан былай қарай екінші топқа бөлесіздер. Сіздер тоқымдағы дәстүрін алдыда тұра тұрсын әзірге. Бірінші топ келе қойыңыздар. Көркем, Жанари келіп. Ал жақсы бірінші оқушы неден оқиды екен? Амансыздар ма, достарым? Естідіңдер ме? Естідіңдер ме? Асылбек атаның немересі әскерге кетіп жатыр екен. Я, жүріңдер. Тілектесіп болып, сапарына сәттілік тілеп шығарып салайық. Дастархан жайып ағай туысына бата алып кеткелі жатыр екен. Ал Жанали жолың болсын. Сапарың сәтті болсын. Ал жолын ашық болсын, ай барып аман орал. Жорытқанда жолың болсын. Не істеу керек балалар? Рөлге көріп Жанали кішілік. Наннан ауыз дейді. Жарайсың, келесі оқушы. Айда жүрсен де ата-анамды, туған туысыңды сөз келтірме. Абыроймен аман есен оралғайсың. Сау саламат болыңыздар. Жақсы. Өсті жолашар дәстүрін жасаған екен. Келе ортаңызға отырамыздар. Екінші топ қағаздар атып аламыз. Тақтаға шығамыз. Кімге қалай қарай? Амансыңдар ма достарым? Естідіңдер ме? Асылбек атаның немересі әскерден келетін уақыты болып қалған екен. Я, жүріңдер, тілекстес болып қарсы алайық. Амансыңдар ма? Ұлдарыңыз аман есен ортаңға оралсын. Көп кешікпей келіп қалар. Тез кім? Үлкен келе жатыр.
келе жатыр. Памятжан рөлге кіреміз. Сүйінші қалай сұрайды? Қош келдің Жанарин. Жоқ, сүйіншіні сұрасыншы, бұл Памятжан қайтадан. Жөндеп оқып. Көкем келе жатыр, сүйінші. Көкем келе жатыр. Сүйінші. келе жатыр. Көкем Қош келе жатыр. келдің Жанарин. Қош келдің, Жанали. Келе ғой. Жасым жасайын. Жақсылық, жұқсылық olsun. Апайла қады. Жақсылықтың алсын. Әлгі нанды қайтадан не істейді екен? Жолаушы қайтып келгенде қатып қалса да жегізетін болған екен, иә? Жақсы, тоқынған дәстүрді түсіндік пе? Тоқ болдыңыздар ма? Біздерді сағынған боларсың. Тоқымың шаң болып қапты, ұзақ жол жүрсің. Той-тойға ұлассың, қош келдің ортамызға. Жақсы, жарайды. Асықтарыңды санаңдар. Әділ аламыз Кері байланыс бердім абыларыңызға. Кімге кері байланыс жетпей қалды? Саламыңызды жазып жылдамдатып беріңіздер. Балалар, бүгінгі тақырып түсінікті болды ма барлықтарыңызға? Сабақ ұнады ма? Қандай тақырып, қандай тапсырма қиындық туғызды сендерге? Ашып жазыңыздар, жарай ма? Сонымен кім өзін қанша ұпаймен бағалап отыр? Ұлғанай 9 алдым деді. Динара 8 алдым деді. Нұрмұхамед қанша алдың? 8 алдым ба сізше? 6 ұпай алдық. 9 алдық. 9 ұпай алдық. Мұхамедше қанша ұпай алдыңыз? 6 ұпай жинадыңыз ба? Сізше? 7. Жақсы, жарайсыңдар. Маған? Балалар, аттарыңыз жазыңыздар ғой, иә? Иә. Мен таппай қалмайын, білмей қалмайын. Кез келген дәстүр туралы жинақы мәтін жазып келуге үйге тапсырмасы берген. Ал ендеше, аман сау болыңдар, оқулықтарын жинаймыз. Көрнекіліктер осы жерде партада бола берсін. Кері байланысты маған өткіземіз. Жұмыс жасаған парақтарыңыз қалсын.